Сәлем, менің шет елге өмір сүруге, жұмыс істеуге барғысы келетін, жалпы бостандықта, еркіндікте, демократияда өмір сүргісі келетін достарым, көрермендерім, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Мен бұл каналда Америка Құрама Штаттары, Канада, немесе басқа да көптеген елдерге қалай жұмысқа, оқуға, отбасыларыңызбен бірге өмір сүруге, яғни жалпылама бір сөзбен айтқанда иммиграция жасау туралы айтатын және сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін осы каналдың иесі боламын. Бүгін мен сіздерге айтқым келетін өзекті нәрсе, сіздердің YouTube'тағы, Instagram'дағы, TikTok'тағы жазып жатқан әрбір комментарияларыңызды оқымайды емес, мен оқимын барлығын. Бақылап отырамын, сіздердің тілектеріңіз бар, немесе жеке сұрақтарыңыз бар, немесе жеке өтініштеріңіз бар, олардың барлығын оқимын, қараймын. Және де шын мәнінде жауап бергім келеді. Осы ретте бүгін осы видеоны арнауды жөн көрдім. Қараңыздар, маған YouTube'та әсіресе мынандай көріп тұрғанда өтініштер түсіп жатады. Бұл өтініштерде сіздер Абди, сізбенен қалай жеке байланысқа шыға аламыз? Абди, сізбенен бір кішігірім 30 минут, 60 минуттай консультация алсақ болады ма деген, жеке өзіңізбен деген секілді осындай өтініштер түсіп жатады. Дегенімен, менің видеомның, әрбір видеомның описаниясында контакт номерлер бар. Ол жерде жұмыс жасайтын менің командам, қыздар, көмекшілерім бар. Олар сіздерге 24 сағат бойы WhatsApp, басқа да мүмкіншілік связьдармен сіздерге тегін консультация беріп жатыр. Бірақ дегенмен осындай YouTube'та басқа да жерлерде көріп отқандай комментариялар бар. Достар, енді Абди Сайлау жауап бермей жатыр екен, Абди Сайлау мүлдем социальный сеттерде, басқа да жерлерде жауап бермейді деген секілді ой қалыптасып кетпесін. Себебі мүмкіншілігінше, мен уақытым болғанынша басқа да бүкіл мүмкіншіліктерді пайдаланып, мен сіздерге максималды түрде жауап беріп жатырмын. Дегенімен, оның өзі жеткіліксіз. Себебі каналымда көретін, шет елге кеткісі келетін, олардың сұрақтары, яғни сұраныстары өте көп. Сол себепті осы аптаның соңында және де келесі апталарда білмедім, бірақ осы аптаның соңында мен бір кішігірім экспериментті бастағым келіп жатыр. Ол эксперимент мынандай: аптасына 2 күн менде демалыс болады. Сол демалысымды сіздерге, осы YouTube арнамның көрермендеріне, подписчиктеріне арнауға мен дайынмын. 2 күн бойы азаннан кешке дейін мен бос боламын. Сол уақытта WhatsApp'ым қосулы болады, және де сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере беремін. Осы ретте мен өзім жеке консультация ұйымдастыру туралы алдағы уақытта, бұл четверг пен пятница күндеріне жоспарлауда бел буып отырмын. Консультация платный болады. Егер де сіздер менің көмекшілерім арқылы тегін консультацияны алдыңыздар дейік, ал енді жеке өзіменен сөйлескілеріңіз келіп жататын болса, мен онда сіздерге ақылы консультация ұйымдастырамын четверг пенен пятница күнге, осы аптаға. Егер де осы аптаның ішінде нормально болатын болса, яғни сіздердің тарапыңыздан осындай нәрсеге дайын екендіктеріңізді мен сезетін болсам, онда келесі апталарда да мен әрбір демалысымды сіздерге көңіл бөлуге мен тырысатын боламын. Сол себепті не істейміз, қалай қыламыз? Алдыменен сіздер бір нәрсені шешіңіздер. Менімен сөйлесетін алдын, жеке байланысқа шығатын алдын, шетелге барғыларыңыз келеді ма, жоқ па, жұмыс істегілеріңіз келеді ма, көшкілеріңіз келеді ма, жоқ па, осы нәрсені анықтап алыңыздар. Егер де шыққың келеді, сондай шешім қабылдаған болатын болсаңыздар, онда міндетті түрде консультацияға жазылсаңыздар болады. Номерді мында қоямын, немесе осы видеоның астында описанияда көрсеңіздер болады, сонда жазасыздар. Сонда менің көмекшілеріме жазасыздар: мен Абди Сайлауменен консультация алғым келеді деп. Осы консультация алғым келеді деп жазғаннан кейін сіздерге инструкцияны жібереді, және менің қай кезге уақытым бос, сол уақытты сіздерге жібереді. Біреуін таңдайсыздар, сол уақытқа дайын отырасыздар. Дәптерлеріңізді алыңыздар, парақтарыңызды, бүкіл іштеріңіздегі мазалап жүрген сұрақтар, кез келген сұрақтар, мен білмейтін сұрақ жоқ, шетелге көшуге, жұмысқа, оқуға қатысты.
олар қандай болуы мүмкін, қалай баруға болады, қанша шығын кетеді. Егер де отбасыларыңызбен, бала шағаларыңызбен барларыңыз келетін болса, олардың медициналық сақтандырулары, прививка, яғни вакциналары, бала бақшаға орналастыру немесе мектепке ауыстыру бойынша бүкіл сұрақтарыңызды, қандай сұрақтар болмасын, профессияларыңыз, диплом, оларды переаттестация жасау, бүкіл сұрақтарыңыз, қандай сұрақтарыңызды барлығын дайындап алыңыздар. Себебі консультацияның уақыты 1 сағатқа созылады. Және де бір күнде 10 адам. Яғни четверг күні мен 10 сағат арнаймын, азаннан кешке дейін. Және пятница күні 10 сағат. 10 адам, 20 адамға жазылсаңыздар болады. Консультация ақылы болудың себебі тек қана бірақ нәрседе ғана. Яғни мен кімнің шетелге реально көшкісі келеді, кімнің просто так звондап жатқандығын мен осы екеуінің ара жігін анықтауым қажет. Сол себепті консультация қымбат емес. Сіздердің белгілі бір жерге барып шай тамақ ішіп қайтатында шығын кетеді. Есесіне біз консультация барысында белгілі бір тоқтамға келіп, план действий создавать етіп жұмыс істеуге кірісетін уақытта алдағы кететін сіздердің шетелге көшуге қатысты кез келген шығындарыңыздан консультация ақысын алып тастаймын. Сол себепті достар, кімде кім Абди Сайлау өзіңменен жеке сөйлескім келеді, сен менің қалай хабарласамыз, өтініш телефоныңды алшы, өтініш Абди комментарияларға жауап берші, 5 минут болсын сөйлесейікші деген секілді адамдар сұрақтарыңыз туындап жатқан болатын болса, мен сіздердің осы видеода сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Ал достар, ендеше іске сәт. Қазақстанның паспорты негізінде мен түсінген бойынша ең күшті, ең мықты паспорттардың бірі. Ол не только сен там 79 мемлекет, уже Вьетнам менен 80 мемлекет болды. Не только ол 80 мемлекеттер визасы саяхаттау, және де басқа көптеген мемлекеттер, Америка, Канада болсын, емін-еркін, 10 жылдыққа визасын ала аласың. Міне мен мысалы жаңа паспортым, американский виза. Визаң болу, паспортыңда, я не знаю, это ол біріншіден свобода, екіншіден ақша, үшіншіден өзінің действительно алға қойған армандарыңды, мақсаттарыңды орындай білу. Мен қаншама жыл Қазақстанда өмір сүріп, адамның арманын орындалатындығына күмәнмен қарайтын состояниеға дейін жетіп қалыппын. Ал сіздер білесіздер ме, өзінің арманыңа, өзінің мақсатыңа болашақ күмәнменен қарайтын состояниеға жету, ол уже конец, ол уже бітті деген сөз, ол уже психологический аурулардың бірі. А вот көріп жұмыс істеп сен шетелде ақша таба бастағаннан кейін сен уже өз-өзіңе уверенно боласың, өз-өзіңе сенімді боласың, то что әлемде кез келген нәрсені бағындыра аламын деген секілді. Сол себепті достар, мен сіздерден айтатын нәрсе, менің каналыма жазылыңыздар. Көріңіздер, мен өзім қазір бір духовный трансформацияда, духовный бір самореализацияда жүрмін. Және де осы бір алып жатқан тәжірибе опыттарымен өмірлік сіздер менен бөліскім келіп жатыр. Сол себепті, қайталап айтам, каналға жазылыңыздар, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де сіздерді қызықтыратын бір тақырыптар, сұрақтарыңыз бар болатын болса, комментарий пікірлерге төменде аямай қалдырыңыздар. Мен әр қайсысын оқимын, әр қайсысын ұнағандарына лайк басамын деген секілді. Постан болса кетіп жатқан комментарий жоқ. Сол себепті достар, мен сіздермен біргемін. Шындығында тек саяхаттау арқылы өміріңнің әрбір минутын, әрбір сәтін сен бағалайды екенсің. Сау болыңыздар.